Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu aleykum. Есім Ернар Мәжин, Бостандық ауданы Арбита үш мешітінің имамы. Жемқорлық, пара алып пара беру, бұл ислам дінінде дұрыс көрілмеген секілді, кез келген ақылды қоғамда дұрыс саналмайды. Өкінішке орай, соңғы уақытта жемқорлық бұл елімізде болсын, әлемде болсын белең алған адамзаттың дамуына, оның өркендеуіне, ары қаратай жайылып, жайқалуына өзіндік кедергісін тигізетін, адам баласына қауіп төндіретін бір қылмыс деп айтсақ болады. Ал енді ислам діні ең кемел, ең көркем, адамдарды адалдыққа, игілікке үгіттеуші дін болғандығы үшін ислам діні адам баласының бақытын бұл дүниеде және ақыретте қалап, соны сол жолға салады. Ал енді жемқорлық мәселесіне келетін болсақ, кез келген адам баласы мемлекеттің, елдің, жердің немесе өзгеге тән мүлікті дүниені немесе қаражатты өзіне тән болмаған жағдайда оны алуы немесе қолдануы есептеледі. Кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен кейінгі әділ халифалардың дәуірінде, яғни хулафай рашидиннің дәуірінде Хазірет Әлі пайғамбарымыздың күйеу баласы халифа болып тұрғанда мынандай өте бір ғибратты оқиға болады. Бірде Хазірет Әли радиаллаху анху өзінің үйінде жұмыс жасап отырады. Сонда есікті қағып бір кісі рұқсат сұрайды. Түнгі уақыты болатын, шам жанып тұрған еді. Сол кезде айтады: "Сіз мемлекеттің мәселесімен келдіңіз бе, немесе жеке шаруамен келдіңіз бе?" деп сұрайды. Сонда әлгі кісі: "Өзімнің жеке шаруаммен, сізге жеке мәселемен келдім" дейді. Сонда онда сәл тұра тұрыңыз деп алдында жанып тұрған шамды өшіріп, өзге шамды жағады. Одан кейін келіп, екеуі өз мәселесін сөйлесіп болғаннан кейін қайтып бара жатқан кезде әлгі кісі таңданысын жасыра алмай сұрайды: "Ей мүминдердің әмірі, мен сізден бір сұрасам бола ма?" дейді. "Сұрай ғой" дейді. Сонда айтады: "Мен келгенде өзге шамды жағып отыр едіңіз, мен келіп өз мәселемді айтқан кезде ол шамды өшіріп, өзге шамды жақтыңыз. Бұның сыры неде?" дейді. Сонда Хазірет Али радиаллаху анху айтады: "Сен келместен бұрын мен мемлекеттің мәселесімен, мемлекеттің шамын жағып, мемлекеттің жұмыс істеп отыр едім. Ал сен жеке мәселемен, маған қатысты және өзіңе қатысты мәселемен келген кезде мен өзімнің жеке шамымды жақтым" дейді. Ал енді мен өзімнің жеке мәселемде немесе өзгенің жеке мәселесінде мемлекеттің шамын жаға алмаймын деген екен дейді. Көрдіңіздер ме? Шам екеш шамды өзінің жеке мәселесінде жақпаған. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті сахабаларының бірі Хазірет Омар радиаллаху анху халифа болып тұрғанда былай деген сөз бар еді: "Егер Ефрат өзенінің жағасында бір түйе құлап аяғын сындырса, Алла тағала менен сұраймын деп қатты қорқамын. Ей Омар, жолдарды неге дұрыстап жасамадың ба деп сұрайды, сауал болады деп мен қатты қорқамын" деген екен. Қарап тұрсаңыз, бір адамның емес, бір елдің мекенінде емес, бір жануардың, түйенің аяғының сынуына ол қатты қорққан екен. Тіпті тағы бір айтқан сөзінде айтады: "Өзінің қарамағындағы мемлекет қызметшілеріне айтқан екен: тауларға бидай шашыңдар, мұсылман мемлекетінде құстар аш демесін" деген екен дейді. Сол секілді әркім өзіне берген аманатты, мемлекеттің мүлкін немесе кез келген өзгенің мүлкіне аманат ретінде қарап, оны барынша өз жағдайына сай жұмсаса, мемлекеттің дамуына, елдің өркендеуіне өзіндік үлес қосады дейді. Сондықтан да әрбір мемлекеттің әрбір азаматы өзіне тапсырылған міндетті аманат ретінде қарап, сол аманатқа қиянат жасамай, нақты лайықты түрде қызмет жасайтын болса, еліміз де, жеріміз де өркендеп дамиды.